міне сондықтан бұндай нәрсені қастерлеудің орнына біз әшейін күстәнелеп отырмыз. Қазбек бұл біздің білімсіздігіміз ғой айналып келгенде. Қазбек баба айтып отыр, 1771 жылы қазақ даласында тұңғыш рет хан сайлауы өтті дейді. Иә. Бұл уақытқа дейін ешқандай хан сайлауы деген болмаған дейді. Мен Шапырашты атынан бір шар салдым дейді. Ал енді бұл біздің жаңағы бұрын болмаған сайлау, хан сайлауының болуының өзі жаңағы халықтың мемлекет болуға деген ниеті ғой, өзінің ханын сайлау. Бұл еш жерде осы уақытқа дейін ешқандай тарихшылар жазған жоқ. Бірақ Абылайды сөздерде 71 тұңғыш хан сайланғанын айтады. Оның бұрынғы жазба тарихта да солай айтатын. Абылай хан 71 жылы хан болды. Ол біреулер алып қашып әртүрлі айта береді. Бірақ 71 хан болды деген кейбір деректерде болады ол бұрында. Бірақ алып қашып біреулер ойбай ол 50-ші жылы хан болып қойған екен. Ол 50-ші хан болғанда орта жүзге сұлтан болды. Бүкіл үлкен хан болған жоқ. Үлкен хан ол 71 жылы болды. Өлгеннен кейін сайланды ғой. Енді біздің тарихшыларға кейде қызықсың. Мынау русско-казахское отношение деген өздері жинақ шығарды. Сонда Абылайдың қалай өлгені бәрін айтады. сөйтіп отырып Абылайдың туған жылы, өлген жылын дұрыс айтпай келдік қой осы уақытқа дейін. Ал енді Бексұлтан Абылай ханның ақиқаты қай жылы өлгенін осы русско-казахское отношениеден көріп жаздым. Өз баласы, туған баласы айтып отыр. Әкеміз осылай, біздікі бәрі қате болып көрген. Қай жылы қайтыс болды дейді онда? Олар бір жылды арттырып айтады. 1781 жылы. Иә, 10 жылдан кейін қайтыс болды. 1781 жылы қанша жасын дейді, бір жасын нетіп айтады. Түркістанда келіп қайтыс болады. Бәрі дайын тұр, жазып тұр. Қалай өлгені, Ташкенттен келе жатқанда өлгені бәрі айтылады. Бексұлтан аға, енді мынау қазіргі 25-26 жыл болды деп отырмыз тәуелсіздігімізде. Осы уақыттан бері қазақ тарихшылары неге енді осының бәрін тиянақта мына Қазбек бабаның жаңа айтып отқан кітабынан, басқа да дәлел себептермен басқа жинақтарды алып, ортақ не тарих жазылмайды? Оны жазамайды. Жазуға ілім керек қой. Өйткені қара, ғылым академиясы құрылды. Ғылым дегеннің өзі білімменен қосылып жіберді. Былық болып кетті. Жоғары жақтың өзінде бір мән беру, бұрында емес, қажеті жоқ сияқты ма, халық бірте-бірте тобырға айналып барамыз. Білімді халық деген бұндай болмау керек. Бізде білімсіздік белең алып бара жатыр. Жастардың білімді дейміз, мамандықты үйретіп жатыр. Білім жоқ қой. Рухани. Рухани жақсы жоқ. Біз мысалы соғыстан кейінгі жылдарда біздің мұғалімдеріміз, ұстаздарымыздың қазіргі балалардың білгенін білмей тұғын. Бірақ оларға біз нені үйретті? Кісілікті, әдепті, адам болуды үйретті. Адамгершілікті. Адамгершілік, адалдықты үйретті. Қазір мамандықты үйретеді, адамдық кісілігіңді үйретпейді. Сен қайта дейді, мынау сен білетінің сенің мақталасың дейді. Сен одан мықты екеніңді көрсет дейді. Конкуренция. Біз конкурент қабілетті адамдар даярлап жатырмыз. Адамгершілігі мықты адамдар даярлап жатқанымыз жоқ.